Кімде-кім өзін жәбірлеген адамның қасында тұрып осы есімді ішінен көп мәрте қайталаса, Алла қаласа, жәбірлеушінің жәбірінен аман қалады. التواب 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 Тәубені тез қабыл алушы. Ол әрдайым адамдардың шынайы жасаған тәубесін қабыл етеді. Тәубе етушілерге ғапу етіп, оларға рахым мейірімін төгеді. Адам Раббысынан сөздер үйренді. Раббысы оның тәубесін қабыл алды. Расында ол тәубені тез қабыл алушы, әрі ерекше мейірімді. Абдулла ибн Омар, Алла одан разы болсын. Біз бір отырыста Алланың елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Раббым, мені кешір, әрі тәубемді қабыл ал. Расында сен тәубені тез қабыл алушысың, ерекше мейірімдісің деп 100 рет айтқандығын есептегенбіз дейді. Осы көркем есімді көп мәрте қайталау арқылы Алла қаласа, алға қойған мақсаттар орындалады. Ал кімде-кім өзін жәбірлеген адамның қасында тұрып, осы есімді ішінен 10 мәрте қайталаса, Алла қаласа, жәбірлеушінің жәбірінен аман қалады. Сондай-ақ осы көркем есімді күніне дұға намазынан кейін 360 мәрте қайталап жүрген жанды Алла тағала шынайы тәубенің жолына салады.